Сәлеметсіздер ме? 4 сынып оқушылары бүгін қазақ тілінен 11 және 14 сабақтарға дейін орындайтын боламыз. Бірге орындайық. 11 сабақ бізде табиғат ғажайыптары және дыбыс үндестігі. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыруды, сөздердің қатесін түзеп жазуды үйренемін және монолог құрай аламын. Сөз тіркестерін көшіріп жаз дейді. Ақ жаулық, ай қабақ, дөңгелек үстел және көк аспан. Бұл сөз тіркестері дұрыс жазылған. Айтылуында сөздердің арасындағы әріптер өзгеруі мүмкін. Мысалы, ақ жаулық деген сөз тіркесінде ақ жаулық, яғни қ-ның орнында ғ, ақ жаулық болуы мүмкін. Айтылған кезде солай естіледі. Бізде дыбыс үндестігі деп аталады. Дыбыс үндестігін есімізге түсіріп алайық, жақсы ма балалар? Сөз бен сөздің арасындағы дауыссыз дыбыстардың бір-біріне әсер етуі. Дыбыс үндестігі дауыссыз дыбыстардың арасында болады. Біз дыбыс үндестігін ассимиляция деп атаймыз. Ол яғни ұқсастыру деген мағынаны білдіреді екен. Дыбыс үндестігі үшке бөлінеді. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал және тоғыспалы ықпал. Жақсы, енді келесі тапсырмаға көшейік. Сөздердің арасындағы көршілес дыбыстардың айтылу кезінде өзгеру себебін түсіндір. Ақлақ, ала кел, торы ат, ақ алтын, қара ала сиыр. Ақлақ, ағылақ болып өзгеруі мүмкін. Келесі ала гел болады. Торы ат, ақ алтын ғыға өзгеріп тұр. Қара ала сиыр, қара ала екеуі бірге айтылып тұр. Келесі сөздердің қатесін түзетіп жаз. Жұмысшы, сенбеді, жауынгер, жарғабақ, ағылақ, ала гел. Көрдіңдер ме? Қалай естиді, солай жазып қойған екен. Ал біз бұны дұрыстап жазуымыз керек. Жұмысшы, сенбеді, жауынгер, жарқабақ, ақлақ, ала гел. Осылай дұрыс жазылуы. Келесі, берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, Арал теңізі тақырыбында монолог құра. Жоспар Арал теңізі. Келесі, Арал теңізінің апатты аймаққа айналуы, Арал теңізін құтқару шаралары. Тірек сөздерге қараймыз. Арал теңізі, мен, апатты аймақ және тағы басқа сөздер берілген. Мәтінді былай деп баста дейді. Мен Арал теңізімін. Енді мәтінді бастайық. Мен Арал теңізімін. Қазіргі таңда менің суым бұрынғыдай көп емес. Ғалымдар мені апатты аймақ деп жатыр, және де бұл ғаламдық мәселеге айналып жатыр. Келесі, сөздердің айтылуы мен жазылуы бойынша бір-бірімен сәйкестендір. Қара ала. Бұл оңай, балалар? Өйткені жазылуы бірдей сөздер, яғни арасында бір немесе екі ғана әріп өзгереді. Үңгір, әріп мен әріп өзгеріс болып атқан. Жазса, з және с әріптері. Көнбеді, м және н әріптері. Келемекен, бөлек жазылады, ал біз бірге айтамыз. Көк гүл, г және к әріптерінің өзгеріске ұшырауы арқылы болған екен, сөз тіркестері. Жарайсыңдар. Келесі 13 сабақ, нәтиже сабақ. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Бізде чарын деп айтты, яғни шарын шатқалы туралы айтылған. Ол қайда орналасқан дейді? Шарын шатқалы Алматы облысында орналасқан екен. Жарайсыңдар. Келесі жазылуы, айтылуы дейді. Жаңағы мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің жазылуы мен айтылуын жазып шығайық. Түркі, сөзі, қазіргі, бұрынғы, түк және тік. Жарайсыңдар. Енді балалар қараңдар, келесіде мәтіннің көп нүкте қойылған орындарына қосымша жалғап қоюымыз керек екен. Ол әрине оңай, біз үшін, өйткені қосымшаны біз өтіп кеткенбіз. Енді қосымшаны жалғап көрейік бірге. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. Дің қосымшасын жалғадық,
Солай жалғап кете берейік. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемен мемлекет болды. Жарайсыңдар. Келесі сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан халқының саны қанша? Қазіргі уақытта Қазақстан халқының саны 20 миллионға жетті. Қазақстанда неше облыс бар? 17 облыс бар. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? 9-шы орынды алады екен. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? 130-дан астам ұлт өкілі тұрады екен. Келесі, өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле дейді. Әр сұраққа жауап жаз. Енді әркімнің өзінің ұнататын жері бар, балалар? Енді соған байланысты жауап жазайық. Сен саяхатқа қай жерге барасың? Мен саяхатқа Бурабайға барамын. Неліктен сол жерді таңдадың? Ол жердің табиғаты ұнайды. Ол жерге қай кезде барған қолайлы? Жаз мезгілінде. Саяхат несімен есте қалады? Ерекше табиғатымен. Жарайсыңдар, балалар. Келесі фонетика әлеміне саяхат. Фонетика сөзі грек тілінен алынған. Қазақша дыбыстық, дауыстық деген мағынаны білдіреді екен. Фонетика тілдің дыбыстық жағын зерттейтін саласы. Ол тіл дыбыстарын, олардың жасалу жолдары мен естілуін қарастырады. Енді ертегін оқу барысында жақша ішіндегі тапсырмаларды қимылды қосып орындап көр дейді. Дыбыстар патшалығы. Әлдебір патшалықта немесе мемлекетте емес, тура сенің аузыңның ішінде дыбыстар тұрып жатыр. Ал олардың үйі қандай әдемі, аузыңды аш. Әне, көрінді. Үйдің төбесі бар, тіліңді кигізіп көр. Өз үйіңнің төбесін ізде. Таптың ба? Бұл үйдің едені тілдің асты, егесі ерін. Есік бекем болу үшін қойылған сүйек шарбақтар да бар. Ол сенің тістерің. Үйдің ішінде бір айдаһар кіріп кетпегенде бәрі жақсы болар ма еді? Қайтер еді? Тіліңнің ұшын қимылдат. Айдаһар кейбір дыбыстарды емін-еркін өткізіп жібереді. Мысалы, а, ә, о, дыбыстары еріннен, яғни есіктен еркін шығып жатады. Олардың үстіне киіп алған қызыл көйлектері бар. Ал басқа дыбыстардың жолына айдаһар түрлі кедергілер жасап есікті жауып қояды. Ол т дыбысын төбеге жасырып қояды. Айдаһар дыбыстарды біресе пырылдауға, п, біресе ысқыруға, с, біресе қырылдауға, қ мәжбүр етеді. Біресе итше ырылдайды, р деп. Дауыстап көр, көзің жетті ме? Көрдіңдер ме, балалар? Біз әр әріпті көрсеткен сайын сол әріпті қайталап отырдық. Бұл дыбыстар ауыздан емін-еркін шыға алмайды. Сондықтан да олар үстеріне көк көйлек киіп алған. Дауысты және дауыссыз дыбыстар көк түспен берілетіні сондықтан, ал дауысты дыбыстар қызыл түспен беріледі. Ол сендерге бірінші сыныптан бері белгілі. А әріпі дауысты болғандықтан қызыл, р әріпі дауыссыз болғандықтан көк болады. Жарайсыңдар, балалар, сау болыңдар.